Баршаңызға сәлем. Бүгін крылышки үйде дайындайтын боламыз. Тауық қанаттарын кесіп дайындап аламыз. Жуып тазартып алып, үстіне тұз, тауық етіне арналған дәмдеуіш және куркума қосамыз. Барлығын салып, араластырып қоямыз. Кем дегенде жарты сағат тұру керек. Бетін жауып алып қоямыз. Бұл дайын болғанша біз араластыратын ұнтақ дайындаймыз. Ұнтақ дайындауға ұн, панировочный сухари, тұз, қызыл бұрыш және паприка керек болады. Барлығын араластырып дайындап аламыз. Дайын болған еттерді ұнтаққа салып батырып малып аламыз. Және оларды алып суға саламыз. Судан алып тағы ұнтаққа саламыз. Ұнтақ барлық жеріне тию керек, қуырылған кезде сырты қатпар-қатпар болу үшін. Тура видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар, сіздерде міндетті түрде болады. Дәмі өте керемет, сырты қытырлақ, іші өте жұмсақ болады. Осылай дайындап жатқан кезде майды қыздырып аламыз. Қызып тұрған майға қуырып аламыз. Қызарғанша, іші піскенше. Қызып тұрған майда 4-5 пісіріп аласыздар. Осылай бөлік-бөлікке бөліп. Мінекей біздің тауық қанаттары дайын болды. Өте дәмді, сырты қытырлақ, іші жұмсақ. Баршаңызға кеңес беремін, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет, астарыңыз дәмді болсын.